Видео тақырыбы ОРВИ, қазақша ЖРВИ деп айтылады, яғни жедел респираторлы вирусты инфекция. Бұл ВОП практикасында ең жиі кездесетін ауру. ОРВИ дегеніміз бұл жедел дамыған жоғары тыныс жолдарының шырышты қабатының вирусты қабынуы. Мысалы, жұтқыншақ, мұрын, көмей, трахея, бронх, аденоидтар, бадамшы бездері. Осылар вирустармен аденовирус, риновирус, грипп, парагрипп солардың әсерінен қабынуын айтамыз, жедел қабынуын. МКБ код G06-8 бен қабылдаймыз. Бұл пациентте мысалы біз қандай вирус тудырып тұрғанын білмейміз, себебі оны анықтау үшін арнайы анализ тапсыру керек. Ал ондай келген пациенттің барлығына анализ тапсыртпайды. Тек қана ОРВИ, жалпы респираторлы вирусты тыныс жолдарының инфекциясы деп диагноз қойылады. Себебі олардың емі бірдей жүргізіледі және олардың симптомдары да бірдей. Симптомдары мұрыннан су ағу, дене қызуының жоғарылауы, тамақта ауырсыну, тамақтың қызаруы, жөтел және көзден жас ағу. Ал грипп вирусының әсерінен тыныс жолдарының қабынуын айтамыз. Бұның жалпы ОРВИдан ерекшелігі дене қызуы өте жоғары болады және ұзақ уақыт түспейді, дәріден кейін қайта көтеріледі. Адам қатты әлсірейді және адам жатып қалатындай ауырайды және сүйектері, бұлшықеттері қатты қақсап ауырайды. Бұл кезде көбінесе мұрыннан су ағу, жөтел болмауы да мүмкін. Оны біз арнайы экспресс-тест арқылы анықтап диагноз қоюға болады. Бізде халықта адам осындай суықтап ауырған кезде грипп деп айтылады. Бұл дұрыс емес, себебі кез келген мұрыннан су ағу, тамақтың ауыруы бұл грипп болып есептелмейді. Сіз грипп деп диагноз қоюыңыз үшін міндетті түрде арнайы тест арқылы грипп вирусын анықтау керек. Поликлиникаларда грипптің алдын алу үшін екпе жасалады. Әдетте қыркүйек-қазан айларында жүргізіледі және міндетті осы 5 топ адам алуы керек. 5 жастан кіші балалар, 65 жастан асқандар, жүкті және емізетін әйелдер, тыныс жолдарының созылмалы аурулары бар адамдар және жүрек ақауымен туылған адамдар. Басқа адамдарды алуы мүмкін, мысалы медициналық жұмысты істейтін медсестрлар, врачтар алады. Грипптің алдын алу үшін салынатын вакцина бұл гриппол деп аталады. Ол 6 айлықтан бастап салынады және 9 жастан кіші балаларға 2 рет жасалады. Бірінші дозасынан кейін 28 күннен кейін екінші дозасы жасалынады. Екпені алғаннан кейін иммунитет 14 күннен кейін пайда болады және бұл иммунитет 6 және 12 ай бойы сақталады. Сол үшін гриппке вакцина әр жылы салынады. Адам гриппке қарсы вакцина алғаннан кейін де грипппен ауыруы мүмкін. Себебі оның тиімділігі 50-60%, бірақ бұл кезде адам екпе алған болса, онда ауру жеңіл өтеді. Мысалы, кейбір пациенттер сұрайды сізден гриппке вакцинаға шақырған кезде. Біз екпе алсақ та, мысалы, ауырмыз деп айтады, бала бәрібір ауырайды деп. Олар басқа респираторлы вирус аурулармен, яғни ОРВИмен ауырайды, бірақ именно сол грипп вирусымен ауырмайды. Соны пациентке түсіндіру керек. Негізі ОРВИмен үлкендерге қарағанда жас балалар жиі ауырады. Себебі балалар туылған кезде ешқандай иммунитет болмайды вирусқа қарсы. Олар организмге новый вирус түскен кезде соған қарсы организм күресіп иммунитет қалыптасады және ол сақталады. Және мысалы бірінші риновирус түссе, одан кейін аденовирус, коронавирус сияқты әртүрлі вирустар түсіп, организмде иммунитет қалыптасады. Сол үшін бала ең бірінші садикке барған кезде өте жиі ауырып бастайды. Бұл кезде аналарға түсіндіруіміз керек, бала жылына 8-12 ретке дейін егер вирусты инфекциямен ауырса, яғни ай сайын ауырса, бұл қалыпты болып есептеледі. Яғни бұл баланың иммунитеті нашар дегенді білдірмейді. Қайта керісінше иммунитет жақсы жұмыс жасап жатқанын білдіреді. Егер бала ауырған кезде үнемі ОРВИдан кейін ол отитке, пневмонияға немесе менингит сондай ауыр асқынуларға алып кетсе, жылына мысалы 4-5 реттен, онда балада иммунитет әлсіз дегенді